Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет. Эфирде мәслихат хабары, студия спикері, облыстық мәслихат депутаты, бюджет, қаржы және аймақтарды дамыту мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның төрағасы Ербол Салықов. Ербол Ғұмарұлы, студияға қош келдіңіз. Енді сұхбатты бастамас бұрын көрермендердің естеріне сала кетейік. Егер студия спикеріне қояр сауалдарыңыз болса, 8711-2858-69 телефон нөміріне хабарласуға, немесе 8700-028-58-69 WhatsApp мессенджер арқылы хабарлама жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Тікелей эфирдің байланыс телефондары экранның төменгі жағында көрсетулі. Ербол Ғұмарұлы, ең алдымен өзіңіз жетекшілік ететін тұрақты комиссияның құрамы, атқарып жатқан қызметі жөнінде тоқтала кетсеңіз. Сұхбатты осыдан бастайық. Енді біздің комиссия облыстық мәслихаттағы 4 комиссияның бірі. Енді жалпы құрамында 8 депутат бар. 3 партияның жаңағы өкілдері бар. Аманат, Ақжол, Ауыл партиясының. Енді дені жасыратын жоқ, осы біздің облысқа, өңірімізге танымал кәсіпкерлер, соның ішінде жас кәсіпкерлер, енді өндірістің басшылары да бар. Жалпы былай қарағанда экономикамен мынау жаңағы қазіргі өңірдің үлкен проблемалық мәселелеріне қатысты хабарлы, онымен жаңағы таныс адамдар. Енді оның ішінде жасыратын жоқ, 3 депутатымыз, ол өткен жаңағы шақырылымнан депутат болып келе жатқан жаңа азаматтар. Тәжірибелі енді жаста болса мысалға. Сондықтан енді біздің қазіргі комиссияның да жұмысы жалпы облыстық мәслихаттың жұмысында қойылып отырған қазіргі жалпы талапты білесіздер. Өткенде мынау сәуір айында мемлекет басшысы елдің әлеуметтік экономикалық мәселесі жөнінде үлкен жиын өткізгенде, меніңше бірінші рет еліміз бойынша барлық деңгейдегі жергілікті атқарушы орган басшыларын, аудан әкімдеріне дейін шақырған кезде, мынау барлық деңгейдегі мәслихаттардың төрағаларын да шақырды. Сол кезде әрине бір сөзінің арнауы бұл жергілікті жерде өзін-өзі басқаруды жетілдіру мәселесі. Соның ішінде мынау жаңағы мәслихат төрағаларына тікелей айтқан тапсырма бұл күнделікті жаңаша көзқарас қалыптастыру, күнделікті жаңағы мынау электораттың, тұрғындардың тауқыметті мынау мәселелерімен күнделікті айналысу тапсырылды. Сондықтан да енді әрине ол жерде нақтылы айтылды, ол бір жаңа бір популистік мақсатта пайдалану емес, жалпы күнделікті осы өңірге байланысты бой көтерген мәселелер, халықтың жағдайын шешуге тікелей араласып жұмыс істеу. Сондықтан да енді біздің де комиссиямыз осы бағытта жалпы жұмыс жоспарын жасақтадық. Комиссия мүшелері. Ғұмарұлы, енді көп уақыт бола қойған жоқ, енді депутат болып сайланғандарыңызға. Дегенмен осы тұрақты комиссия қанша отырыс өткізілді, қандай маңызды мәселелер қарастырылды? Енді біз жаңада айттым ғой, жұмыс жоспарын белгіледік, соған байланысты енді негізгі қаржы, бюджет жаңа өңірлік даму мәселелері болғаннан кейін, негізінен осы бюджеттің әкімшілердің бөлінген қаржының жаңағы игерілуі, сосын жаңағы оның оңтайлы пайдаланылуы, орындалуы жөнінде негізгі алға қойған мақсаттарымыз осы. Сонымен қатар бұл бюджетті қалыптастыру мәселесі де. Біз осы уақыттың ішінде қазір 7-8 отырысын өткіздік. Соның ішінде енді басты мәселе бұл жалпы мынау қазір облыстық бюджетке өзгеріс енгізілейін деп жатыр. Сол өзгеріс енгізудің алдында біз барлық жаңағы бюджет әкімшілерінің, әкімгерлерінің облыстық басқармалармен кездесіп, сол комиссияда олардың қойып отырған жаңағы қояйын деп отырған қандай проблемалық мәселелері бар. Ол енді оның барлығы олардың ойлап тапқан емес, жергілікті жерде жаңа көтерілген, аудандардың көтерген мәселесі. Сондықтан негізінен біз осы басты бағытта осындай мәселелермен айналыстық. Соның ішінде енді әрине біз жаңа нетіп отқанымыз жоқ. Бұрынғы бізге дейінгі осы мәслихаттың әріптестеріміздің жаңағы көтеріп жүрген осы біздің өңірдің экономикасына қатысты осы жетілдіруге байланысты қандай жаңағы кемшін мәселелер бар, шешетін мәселелер бар, солармен денеттік. Мысалға бір-екі мысал айтайық. Мысалға мынау жолдың төңірегінде ескеретін мәселелер, сосын мынау жаңағы құрылым, коммуникациялар мәселесі. Бұлай бір мысалға айтатын болсақ, мысалға мына кезінде үлкен
бағдарлама болды модернизация жөнінде, мысалға мына тұрғын үйлерді жаңғырту бағдарламасы. Ал сол биылдан бастап мысалға қаржыландырылмай қалған. Біздің өңірімізде қазір 28 жоба дайын тұр. Ал осыны кезінде қозғап жүзеге асыруда оңай болған жоқ. Сөзіңізді аузыңызда мына тұрғын үйлерді жаңғырту бағдарламасына қаржы қарастырылмай қалды деп отырсыз ғой. Ал кейде керісінше қарастырылып отырған қаржы кейбір салаларда игерілмей жатады. Ондай жағдайлар кездеседі ғой, иә? Ондайлар ішінде көш бастап тұрған салалар, қандай салаларды тілге тиек етер едіңіз? Енді биылғы бюджетке оны айту қиын болатын болар. Өйткені биылғы бюджет ол орындалу үстінде. Мысалға өткен жылғы бюджеттен облыстық 7,2 миллиард жаңа теңге игерілмей қалды мысалға. Енді оның ішінде жасыратын жоқ, әртүрлі объективті, субъективті себептері бар. Енді көпшілігіне қарайтын болсақ, бұны біз қоғамдық кеңестің отырысында қараған болатын. Біз мынау жаңағы көпшілігі осы құрылыс саласына байланысты бөлінген қаржыларды игеру. Соның ішінде енді қазір жасыратын жоқ, мынау халықпен кездескен тұрғындардың көпшілігі өздері де айтады. Мысалға осы мемлекеттік сатып алу жөніндегі заңдағы кейбір ескерілмеген мәселелерге байланысты. Ал мынау шеттен жаңағы осы өңірді білмейтін, жаңағы өзінің шама шарқына қарамай жаңа көптеген объектілерді алып қойып, мысалға тендерге қатысып, ал соларға қаржы жеткізе алмай, не болмаса күші келмей, осындай жаңа игерілмей қалып жатқан жаңа мәселелер көп. Оны енді басқармалардың кемшілігі деп айтуға болмайды. Мысалға объективті, субъективті деп отқаным сол, осындай жаңағы кемшіліктер бар. Мемлекеттік сатып алу туралы заң жобасы жөнінде айтып қалдыңыз. Өзіңіз жетекшілік ететін тұрақты комиссияның кеңейтілген отырысында осы мәселе жан-жақты талқыланды. Депутаттық корпус болсын, қоғам белсенділері болсын, қалалық деңгейдегі мәслихат депутаттары өздерінің нақты ұсынымдарын жеткізді. Ол енді біз бұл жерде тұрақты комиссияда кеңінен етіп талқылағанымыз, өйткені қазір енді өткенде үлкен форум болды ғой. Сол форумда мысалға Аманат партиясына сайланған депутаттар кездесу кезінде мәслихат депутаттары, сосын жаңа мәжілісінде депутаттары болды. Сол кезде мысалға басты фракцияның тарапынан айтылған мәселе, болашақта мысалға мәжіліс қабылданатын заңдарды жергілікті жерлерге жіберіп, жергілікті жердің проблемаларын, пікірін жаңа ескеріп жобаларды. Сондықтан біздің қарағанымыз сол түскен жобаны жаңағы көбірек жаңағы біздің депутаттық корпус емес, жалпы үкіметтік емес ұйымдар, осы саладағы тәжірибелі мамандар, осының жаңағы аясында жұмыс істеп отқан басқарма өндіріс басшылары әртүрлі категорияны қатыстырып, жаңа жалпы қарағанда азаматтық қоғамның, жалпы халықтың пікірін білу. Өйткені жаңада айттым, осындай кездесулердің көпшілігінде жаңағы осы заңның кемшін жақтары көп айтылады. Мысалға жаңағыдай қандай мәселелер, мысалға өзіміздің жаңағы өңірде тіркелген кәсіпорындар, болмаса сол жаңағы қызметті көрсете алатын мысалға субъектілер бола тұра, мысалға қазіргі жағдайда көбіне шет жерден келіп қатынасу көп. Мысалға олар мысалға кемшілік жақтары бар. Мысалға бірінші жаңада бір сөзіміздің кезінде айттық, кейбіреулер мысалға 10-15-ке дейін жаңағы объектілерді алып алып, ал оның біз қиыншылығын жергілікті жерде мысалға халық көріп отыр. Ол енді жергілікті жерде хабарда айтылып жүр ғой. Мысалға қазіргі мектептердің құрылысында бар, күрделі жөндеу жөнінде жаңа құрылыста да бар. Мысалға сондықтан оны енді атын болмаса түсін түстеп айтудың қажеті болмас. Осындай кемшіліктер бар екені расын. Соны мысалға халық көтеріп айтады. Мысалға неге осылай даладан келіп қатысады мысалға. Ал біздің жаңағы өзіміздің кәсіпкерлеріміз мысалға жұмысшы жүреді. Болмаса олар оған қатысып ала алмайды да, оларға жаңағы мердігер болып жаңа жұмысқа кіреді. Міне осындай жаңағы сөзіңізді одан әрі жалғасақ, Ербол Омарұлы, ол жұмыс сапасын дұрыс уақытылы деңгейде атқармайтын өз алдына, бұдан бөлек жергілікті салық түсіміне ешқандай әсер етпейді. Әрине, айтуыңыз орынды. Бұл да сол. Мысалға былай қарағанда жұмыстың көлеміне бөлінетін жаңағы ақша біздің бюджеттен бөлінеді, оған жаңағы даладан келіп қатысатын адамдар болса, түскен жаңағы
салықтың барлығы олардың өзінің жергілікті тіркелген жеріне кетеді. Мысалға бұл жөнінде де мысалға бюджеттің жаңағы кіріс жағына қатысты ол үлкен мәселе ғой. Бұл да жаңағы ол бірінші жыл емес, соңғы жылдары көтеріліп жүр. Біздің жаңағы облыстың тарапынан, жергілікті мемлекеттік органдардың тарапынан үкіметке дейін бұл мәселе қазір қойылып жатыр. Мысалға енді жаңа сіз бюджетті қозғап жатсыз, ол салық түсімдері деген сөз мысалға біздің бюджеттің негізгі кіріс көзі ғой. Сондықтан жергілікті жаңағы бізде өңірімізде қызмет істейтін мысалға кәсіпорындар бар үлкен. Газдың саласында, судың саласында, мысалға темір жол саласындағылар бар, энергетика саласындағылар бар. Солардың көпшілігі де мысалға бізде өзімізде тіркелмей, жаңағы бізде тек қызмет істеп, біздің бюджетке салық төлеуші болып тіркелмей, мысалға ол оның барлығы жаңа өздерінің тіркелген жеріне кетіп жатыр. Сондықтан бұл мәселеде қазір көтеріліп жатыр. Енді бюджетке қатысты айтатын болсақ, енді өткен жылғы мысалға біздің облыстық бюджет 380 миллиардтың үстінде болды мысалға. Осы бюджетке қатысты бір сұрақпен түйіндейік. Парламент мәжілісінің депутаттары жиі айтып жүр, өздеріңіз, әріптестеріңіз жиі көтеріп жүрген мәселе біздің облыс республикаға ұлттық қорға болсын, республикалық бюджетке болсын, донор өлкелермен бірдей ақша аударғанымен трансфертке келгенде көштің соңында қалып қояды. Жалпы бұл енді сіздерге таңсық емес, өздеріңіз ұдайы көтеріп жүрген мәселе ғой. Дегенмен шешімін қалай көресіз, болашақта осы бағытта қандай жұмыстар атқарылу керек деп ойлайсыз? Енді бұл жерде бір мысал ретінде қозғап, мысалға өткен жылғы бюджетті айтайық, жаңа айтқан 380 миллиард болды, мысалға соның ішінде 98 миллиард бұл салық түсімдері болды мысалға. Ал мысалға 131 миллиард ұлттық қордан, сосын жаңағы трансферттермен келген, республикалық бюджеттен трансферттермен келген ақшада 75 миллиард жаңа субвенция болды. Енді біз үшін үлкен маңызды мәселе, шынында да біз мынау донор аймақтардың қатарына кіреміз, санаулы республикаға үлкен қаражат жібереді. Мысалға соңғы 20-22 жылдардағы анализдерді қарайтын болсақ, мысалға біз 900 миллиардтың үстінде жаңағы 21 жылы, 20-шы жылдар 900 миллиардтың үстінде ақша бердік. Өткен жылы мысалға 1 триллион 800 миллиардтай жаңағы ақша аудардық. Ал өзімізге келгенде біздің жаңа айтып отқан, кейін алып отқан бюджетіміздің шамасы жаңағыдай. Сондықтан бұл мәселеге кішкене әділетті қарау бағытында мәселе қойылып жатыр. Өйткені бұл қазіргі бюджеттік заңдарға байланысты қазір мынау жан басына шаққанда қаржыландыру. Ал біздерде көрші өзіміздің жаңағы өңірлеріменен салыстырып қарайтын болсақ, осы батыстағы көршілерімізбен мысалға бізді толғандыратын мәселелердің біз көтеріп отқан жаңа шешу жолдары қалай деген. Осы бюджеттен бөлінетін қаражатты мынау елді мекендерге қарай, өңірдегі орналасқан сол бағыттарға қарай қарап бөлетін болса, өйткені жаңа айтқан қазір жан басына қарап бөліп отыр. Мысалға бюджетті бөлу әдістемесіне осы бағытта өзгеріс енгізу керек деп есептейсіз ғой. Ербол Омарұлы, кешірім өтінеміз, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Мүмкіндік болса қосайық. Қосылу. Кеш жарық, сізді тыңдап тұрмыз. Өзіңізді таныстырып, сұрағыңызды жолдасаңыз, эфирдесіз. Сәлеметсіздер ме? Мен қаланың тұрғынымын. Қызым 10-шы жылы очередьқа тұрған, инвалид 2-ші группа. Сол биыл 13 жыл очередь осы биыл жылжыған жоқ. Соны білейін едім. Жақсы, өзіңізді, аты жөніңізді, байланыс нөмірлеріңізді режиссерлерге қалдырсаңыз. Сейітова Ағзира Сейітовна. Жақсы, сізбен міндетті түрде байланысамыз. Байланыс нөмірлеріңізді қалдыруыңызды сұраймыз. Өйткені бұл сұраққа нақты бұл жерде қазір жауап беру мүмкін емес шығар. Солай ғой, тоқталармыз қазір. Хабарласқаныңызға рахмет. Енді Ербол Омарұлы, жаңа бюджетке қатысты бірталай сұрақ қойып түйіндегендей болдық қой. Енді сайлау болмастан бұрын сайлау алды сапарымен ауыл елді араладыңыздар. Жеке өзіңіз бүкіл ауданда болған сияқтысыз, тұрғындармен тілдесіп, олардың мәселелерін өз аузынан естідіңіз. Жалпы енді ауылдағы жағдай өзіңізге таңсық емес қой. Дей тұрғанмен қандай өзекті мәселелерді көтерді, оларды шешу бойынша қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр?
Енді өмір болғаннан кейін бұл проблемалар бітпеді ғой. Ол бізге дейін де болды, бізден кейін де болды. Жаңа айтуыңыз орынды. Мен енді осы сайлауалды науқан кезінде барлық аудандарды, Бөрлі ауданынан басқа барлық аудандарды аралап шықтым. 30-дің үстінде жаңағы елді мекендерде кездесулер болды. Енді әрине барлығы да жаңа халықты толғандырып отқан мәселе. Ол тыңдап отырып барлығын да жаңағы шешу керек деп есептейсің. Бірақ енді оның барлығы келіп қаржыға тіреледі. Бірақ кейбіреулеріне жаңағы басты бағыт ретінде мысалға мен кейбіреулерін тоқталайын. Мысалға көбі жаңағы денсаулық сақтау саласына қатысты мәселелер. Соның ішінде мынау жаңағы көп жерлерде айтайық тіпті мысалға Тайпақ ауылы. Бұрын жаңағы аудан орталығы болған. Жаңағы жақсы жөндеуден өткен ғимараты да бар. Ол жерде біраз халық тұрады мысалға. Ал енді кадрлар жетіспейді. Кадрлар жетіспегеннен кейін халыққа толық сапалы медициналық көмек көрсету мәселесі. Не болмаса, мынау енді оңтүстік аудандардағы жолдың мәселесі ол енді жыр болып болды. Ол бірінші кезекте көтерілді. Сонымен қатар мынау үлкен бірден бір айтылған мәселе өте көп санап алуан. Соның бірі мысалға мынау Жәнібек ауданында мысалға мынау енді қазір шекаралас аудандар жөнінде де мемлекет басшысы да үлкен мән беріп отыр. Шынында да біздің облыс бойынша 34 жаңағы елді мекен шекара шегінде деп есептелінеді мысалға. Ал бұл жерлерді тыңдап қарасақ мысалға сол мәселелерде айтылған мәселе осы шекарашылардың мәселесі, шекара бойында орналасқан жаңағы ауылдарға көңіл бөлу, ол жерлерде жаңағы мектептің, кейбір әлеуметтік объектілердің жабылуына байланысты жаңа халықтың көшіп кетуі, не болмаса мынау жаңағы сол қауіпсіздік бағытында сол шекарада тұрған біздің шекарашылардың жаңағы әлеуметтік жағдайы. Ербол Омарұлы, сөзіңіз аузыңызда шекарашылар туралы айтып отырсыз ғой. Ол жерде тек қана шекарашылар емес, жалпы шекара шебінде еңбек ететін түрлі сала қызметкерлеріне жалақысына қосымша коэффициент беру жөнінде де бір ұсыныстар көтерілді. Қалай қарайсыз? Бар, негізі бұл жерде енді айтпағым, шынында да бұл мәселе қазір мемлекет тарапынан да үлкен мән беріліп жатыр ғой. Сондықтан бұл енді болашақта бұл барлық деңгейдегі өкілетті атқарушы органдардың менімше жұмысы болу керек. Өйткені бұл халықты толғандырып отқан, шынында да халықтың қазіргі түйткілді мәселесі мысалға. Енді мәселелер өте көп. Мысалға мынау қазіргі ауыл аманаты бағдарламасы бойынша айналып келгенде жаңа ауылдық жерлердегі жұмыссыздық мәселесі. Сонымен қатар мынау жаңада айттым, кейбір ауылдардағы бұл жаңа Тайпақты мысалға айттық, кейбір ауылдарда мысалға бұрынғы аудан орталығы болған жерлерде бұлай үлкен ауылдардағы медициналық қызмет жаңағы сапасы, ол тіпті қызметтің сапасы емес, оны көрсетудің жаңағы деңгейі мысалға кейбір жерлерде сол кадрдың жетіспеушілігі. Осылардың барлығы әрине біз оны тыңдап кетіп қалған ештеңеміз жоқ. Мысалға шекара өңіріндегі қатысты бір мәселеге айтайын. Өткен жаңағы мамыр айында біздің өңірімізде Қазақстан парламентінің сенаторлары болды. Сенаттың жаңағы қауіпсіздік және халықаралық қатынастар жөніндегі депутаттар, мүшелері. Комитеттің. Сол комитеттің мысалға біздің өңірімізде болған кезде облыс әкімдігінде осы жергілікті жаңағы атқарушы өкілді орган өкілдеріменен үлкен жиналыс кездесу болды мысалға. Біз сол жерде де мысалға осы мәселені көтердік. Соның ішінде жаңағы барған кезде халықтың көтерген мәселесін. Сонымен қатар бір айтатын мәселе, мысалға былтыр бізде үлкен бір проблема болды. Мына көрші елдегі жағдайға байланысты біздің жаңағы күзде абдырап қалдық қой. Абдырап қалдық. Жаңағы мына шекарадан қанша адамдар біздің елімізге өтті мысалға. Ал сол кезде біз қоғамдық кеңесте мысалға қарағанбыз осы мәселені. Сол кезде біздің қоғамдық кеңестегі әріптестеріміз жалпы мынау азаматтық қоғам өкілдерінің көтерген мәселесі. Ал осыны жаңа тек біз кім кіріп жатыр бізге, қандай мақсатпен келе жатыр мысалға. Ол кіріп атқан адамның жаңағы пиғылы қандай, өзі не адам мысалға. Бірде-бір жаңағы бізде ондай мәлімет болған жоқ мысалға. Ол мысалға орынды мәселе. Сондықтан біз осындай мәселеге дейін көтергенімізде олар оны мойындап отыр. Қазір мысалға тиісті осы біздің заңдарға
шекарадан өтетін заңдарға жаңағы кішкене үңіліп қарау жөнінде, жаңағы айтқан мәселелерді ескеру жөнінде, даже мысалға көп жерлерде әлемдік практикада бар нәрсе, мысалға үйтіп лап беріп жаңағы ол бір-екі адам емес қой, мысалға мыңдап кірген кезде ол жерде жаңағыдай адамдарды шоғырландырып сол жерде тексеріп өткізетін жаңағы бір аумақта болу керек, зона мысалға. Әрине. Осындай бағыттарға дейін мысалға ескеру жөнінде енді біз оны ұмытып жатқанымыз жоқ, сол кездесулердің барлығы бізде жазулы, ескерулі, рет-ретімен жаңа көтеріп отырмыз қазір мысалы. Қазір енді әлем теңселіп отырған шақта мынандай жағдай қайталанбасына ешкім кепілдік бере алмайды. Болған оқиғадан сабақ алуымыз керек дейсіз ғой. Әрине. Жаңа медицина жөнінде де мәселені жақсы айттыңыз ғой. Дегенмен кішкене болса да бір атқарып жатқан жұмыстар да бар. Мысалы, шалғай ауылдарға, аудандарға медициналық мамандар жетіспеуіне байланысты қазір оларды материалдық тұрғыда ынталандыру жұмыстары қарқын алды. Бұл енді өткенде Аманат партиясының жаңағы сайлауалды бағдарламасында болды. Өткен жаңағы сессияда бұл мәселе қаралды. Біздің мәслихаттың депутаттары әріптестеріміз осы мәселені көтеріп біріккен комиссияның отырысында қаралып, мысалға осы проблеманы шешу бағытында қазір біздің осы ең шалғай орналасқан аудандарға, Бөкейорда, Жәнібек аудандарына мысалға 5 миллионнан келетін жаңа жас мамандарға ақшалай көмек беру мәселесі. Ал енді біз сонда мысалға ол бірінші этапта деп мысалға сондай мәселе қойдық. Келесіде мысалға 10-да көтеру жөнінде, өйткені бағдарламада ол 10 миллионға дейін көтеру жөнінде бар. Сондықтан бұның да жаңа септігі тиіп жатыр. Қазір мысалға осы 2-3 күн турысында облыстық газеттерде көрсетіліп жатыр, Жаңғал ауданының мысалында айтылып жатыр. Кейбір аудандарда бұл уже өзінің пайдасын беріп, мысалға мамандар жаңа қазір келіп жатқандар бар мысалға. Иә. Ербол Омарұлы, енді Аманат партиясының мүшесі ретінде осы саяси ұйымның атынан сайланған облыстық мәслихат депутаты ретінде филиалдың ғимаратында қоғамдық қабылдау бөлмесінде азаматтарды жеке және қоғамдық мәселелер бойынша қабылдап жүрсіз. Тұрғындарды не толғандырады? Енді айтуыңыз орынды, Аманат партиясының жанында қабылдау бөлмесі бар, қоғамдық қабылдау бөлімі бар. Сол жерлерде мынау біз айға бекітілген жаңа кестеге сәйкес облыстық мәслихаттың депутаттары болып жаңағы азаматтарды қабылдаймыз. Мына жаңа эфирде хабарласып жатқан жаңағы азаматша, мысалға осындай мәселелер өте көп. Біз оны міндетті түрде түртіп алдық. Көрермен бізді қате түсініп қалмасын. Сіздің байланыс нөмірлеріңізді біз алдық. Ербол Омарұлына міндетті түрде мәселені жеткіземіз. Біз енді ай сайын барып сол қабылдау өткізіп жүрміз ғой, жасыратын жоқ. Көпшілігі осындай әлеуметтік мәселе. Соның ішінде жаңағы азаматша көтергендей 10 жылдан бері жаңа кезекте тұрмыз, я болмаса біреу кезектен шығып қалып мүгедек болам, я болмаса жаңағы соған қалай тұруға болады, үйсіз жүрміз. Бұлай қарағанда қабылдап отқанда ол адамдардың жүрегіңнің бәрінде қабылдайсың, бәрінде жаңағы шешу керек деп есептейсің. Бірақ енді оны заң аясында ғой. Бәрі де заң аясында болу керек, әрине. Оны енді шешпейін деп жатқан ешкім жоқ. Ол негізі заң бар, соның ішінде онымен жергілікті атқарушы органдар, әкімдіктер айналысады. Олардың жанында комиссиялар бар, олар жаңағы физик бар мысалға. Енді ол қанша сен бір адамның басында қиындығын көріп тұрып көмектесейін десең де кезектен аттап мысалға ол әкімдіктерде көмектесе алмайды. Оның әңгіменің шындығын айту керек. Сондықтан енді барынша осындай бағыттарды түсіндіруге, мүмкіндігінше сол қабылдап отырған кезде хабарласып, мысалға жақын арада неде бір ауылдан келді, мысалға юбилейный ауылынан келді, мысалы Теректі ауданынан, мысалға ауылдың жаңағы кірме жолы, соның жаңағы сапасы жөнінде. Сонымен қатар мынау ауылда қазір интернет жүйесінің жоқтығы, байланыстың нашарлығы мысалға. Біз сол жерде қабылдап отырып, мысалға сол кісінің алдында облыстық басқарма басшыларымен тиісті хабарласып, ол кісіге жауабын бердік. Мысалға биылғы жылы мысалға интернет желісі, байланыс желісі юбилейный ауылында күзде шешіледі. Сол сияқты енді мүмкіндігінше біз нақты жауап беруге тырысамыз. Енді ол жаңағыдай кедергілері бар, я болмаса бір заңның аясында кезекпен шешілетін мәселелер болса, я болмаса ол бюджетте қазір қаржы қаралмаған болса, ол біз түсіндіріп, болашаққа жаңағы кезекке қойып деген сияқты сол мәселемен айналысуға жаңағы жұмыстанамыз. Енді қоғамдық кеңестің қызметі жөнінде де айта кетсеңіз, елімізде бұл
консультативті кеңесші байқаушы құрылым қоғамдық кеңестер туралы Қазақстан Республикасының заңы аясында әрекет етеді. Жалпы облыстық қоғамдық кеңестің жұмысына қысқаша шолу жасаңыз. Енді облыстық қоғамдық кеңес, аудандық, қалалық кеңестер, жалпы қоғамдық кеңестер мынау елімізде 2015 жылы қабылданған қоғамдық кеңестер туралы заңға сәйкес қызмет істеп жатыр ғой. Енді қазір 3-ші құрылымы, өткен жылы жаңа құрылымы сайланды. Ал қазір біздің енді нақтылы облыстық қоғамдық кеңес жөнінде айтатын болсақ, құрамында 31 адам бар. Ал жалпы құрамның 94% жаңағы азаматтық қоғам, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері мысалға. Енді ол жерде де мысалға біз облыстық қоғамдық кеңесте де үлкен тәжірибесі бар, өз әр саланың жаңағы мамандары, үкіметтік емес ұйымда осы көп жылдардан еңбек етіп келе жатқан әртүрлі категориядағы жаңағы адамдар бар. Енді оны жалпы меніңше қазір көрермендер жақсы білу керек. Ол заңға сәйкес оны біз қалыптастырмаймыз, оны қоғамдық кеңестің құрамын қалыптастыратын жаңағы заңға сәйкес жұмысшы тобы құрылады. Сол арқылы мысалға әр адам өзі құқылы қатысам деген, не болмаса бір қоғамдық ұйым өзінің өкілін қатыстыруға ұсыныс беру арқылы осылай қалыптасқан. Енді қандай мәселелермен қазір айналысып жатырмыз? Жалпы енді негізінен қоғамдық кеңестің жаңа өзіңіз айттыңыз, негізгі құзыры бұл консультативтік кеңесші орган. Біз шешім қабылдай алмаймыз. Біз қаралған мәселені қоғамды толғандыратын мәселе бойынша тек жаңағы мемлекеттік органдарға ұсыныс береміз. Мысалы, жаңада айттым, кішкене көбірек осы халықтың пікірін ескеру бағытында, қоғамның пікірін ескеру бағытында өткен жылдан бастап, мысалға осы қоғамдық кеңестің жанынан біз мынау диалогтық алаң аштық мысалға. Ал сол жерде көптеген мәселелерді қарадық. Өткен жылы мысалға 7 отырысын өткіздік. Мәселелер енді оның барлығы да бұқаралық ақпарат құралдарында біз ашықтықты қалыптастыру бағытында жариялап отырмыз әрбір өткен несін. Ал енді басты қаралатын мәселелердің бірі бұл әрине бұл бюджеттің де жобасы мысалға. Өйткені қазір қойылып отқан жоғарыдан талап солай, мемлекеттің қабылдайтын нормативтік құжаттарына, мемлекеттің қабылдайтын шешімдеріне азаматтық қоғам өзінің жаңағы үнін жеткізу керек. Бұл жерде оны жеткізуші органдардың бірі бұл институт, бұл қоғамдық кеңес. Сондықтан жаңа айтып отырмын, қоғамдық кеңес, сондықтан біз 5 комиссия құрдық. Әртүрлі саладағы сол комиссияның жаңағы төрағалары бар, басшылары, оларда жаңағы осы әртүрлі салада тәжірибесі бар, көпшілікке біздің облысымызда танымал осындай жаңағы әріптестеріміздің қатарынан сайланды. Ербол Омарлы, уақытымыз санаулы минут қалыпты. Осы қоғамдық кеңеске қатысты тағы бір сұрақпен түйіндесек, жаңа қоғамдық бақылау, сала басқарма басшыларының есебін тыңдау жөнінде айтып отырсыз. Бұдан бөлек қоғамдық кеңестер құзырлы құрылымдармен бірге қоғамдық мониторинг жұмыстарын жандандырып отыр. Осы жөнінде тоқталсаңыз. Енді негізінен заңда жаңа уақыт алмайын деп нетпей отырмын, бірақ қоғамдық біздің кеңестердің жұмысын ұйымдастыру бағытында 4 бағыт бар. Бұл қоғамдық мониторинг, қоғамдық экспертиза, нормативті құқықтық актілерді мемлекеттен органдардан түсетін, сосын жаңағы қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыру, сосын жаңағы есептерді тыңдау. Біз енді мүмкіндігінше осының барлығын қамтып отырмыз. Енді әрине екінші жағынан бұл жаңағы біздің қоғамдық кеңеске түскен сұрақтарға да байланысты. Енді қазірдің өзінде айтатын болсақ, біз осы 2-ші тоқсанда мынау жұмыспен қамту халыққа қызмет көрсету орталығына, сосын жаңағы мынау даму жаңағы кәсіпкерлікті қатысты жаңағы қорғаныс істері, сосын мынау қорғаныс істерінің жаңағы әскери дайындық мәселесі, осы жөнінде төңірегінде 3 үлкен мониторинг қазір өткізіп жатырмыз. Оны енді жауапты біздің комиссияларымыз бар. Жуық арада қорытындысы шыққаннан кейін біз міндетті түрде оны қоғамдық кеңестің отырысына шығарып талқылаймыз мысалға. Ербол Омарлы, уақыт бөліп студияға келіп сұрақтарымызға жауап берген үшін сізге көп рахмет. Алдағы уақытта да өңірдегі өзекті мәселелер бойынша өзіңізді шақырып студияда сұхбат құрамыз деген үміттемін. Ел алдындағы еңбегіңіз жемісті болғай. Рахмет, амандықта болайық. Қадірлі көрермендер, осы тұстан тізгінді тартамыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.